Сәлем достар, құрметті көрермендерім және қонақтарым. Бүгінгі Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі мен видеода күріштен жасалған салатты, яғни кейде қысқы салат деп айтады. Сол күріштен жасалатын салат туралы айтамын. Ол үшін бізге қажетті ең бірінші қызанақ. Қызанақ дүкендікі болсын, немесе үйдікі болса да жарай береді. Дүкендікімен істесе қызыл шығады, ал қолдікімен істесе әрине ашық қызыл түсті, сондай түсті болады. Дегенмен қолдың помидорына ештеңе жетпейді. Қазіргі кезде этажде тұратындар болса, арнайы қолдікі немесе жаңа дүкендікін алуға болады, өте арзан бағада, яғни жаз мезгілі болғандықтан. Және де мына ішіне көріп тұрсаңыздар, менде әртүрлі сорт болғасын, жасыл да бар, қызыл да бар, ұсағы да бар, ірісі да бар, жаңағы жырығы да бар, қисығы да бар, барлығы бар. Яғни бұл жерде тура алғасын ештеңе де білінбей кетеді. Егер сондай ұсқынсыз бірдеңелеріңіз болса, жаңағы помидор, томаттарыңыз, қызанақтарыңыз, осындай салаттарды таптырмас дүние. Міне көріп тұрсыздар, мынандай ұзындар да бар, оларды кесіп салдым. Өте кішкентайлар да бар, мына білесіз ғой, балконный. Оларды салып жатырмын. Бізде уже жеп оны уже шашап кетті. Қаяққа жіберемін білмей, сондықтан осындай салаттарға қосып тастаймын. Және де керекті мына жерде көрсетейін. Міне мына жерде сәбіз бұл менің морозилькте алдым, анда салып тастаған едім. Турап міне көріп тұрсаң, дайын тұрған тек ала қойдым. Сәбіз, және де ең астында міне қызанақ. Қызанақты болды үйдікі, міне әбден қызарғандар, міне қызыл да бар, жасыл да бар. Көріп тұрсаңыз. Бұл жерде қызанақ бір 2-3 килограммдай. Тағы да бар, әлде турай, міне көріп тұрсаңыздар. Енді мән бермей қойыңыздар. Ашып тастағандарым дәндерін. Және де сәбіз 500 граммдай, 1,5 килограммдай болады. Және де морковты сондай, 300 грамм, 200 грамм сондай жарайды. Основной ең бастысы қызанақ көп болса болды. Себебі соған байланысты. Және де керегі, қазір сіздерге көрсетейін. Күріш қажет. Мен жерде күрішім өте көп мөлшерде істейтін болғандықтан мен күрішті міне бұқтырып, қайнатып қойдым. Неше су болды, мынандай болып. Міне осындай көлемде. Тұрғасын, міне сөндіріп қойғасын, бұқтырылып, не істеп, жаңағы күріші сарқып қалды. Енді бұны жаңа мен қазір әрғай қалай болатынын көрсетемін. Ең алдымен жаңа күріштімізді бұқтырып алғаннан кейін сәбізімізді соғын шығарып қайнатуымыз керек. Оған яғни шемшік майды құямыз. Тұзын, бұрышын салмай тұратырамыз. Жаңа лавровый лист болса лавровый лист саласыздар. Және де бұрыш, душистый горошек деп атайды. Душистый горошек шамалы 5-6 тауын салсаңыз да жетеді. Егер менікіндей көлемді жасасаңыздар 2-3 килограммнан помидорды әбден соғы шығып езілгеннен кейін үстіне тағы да езіп, басып, сосын ғана сәбіздерін саламыз. Сәбіздерін сол тағы да қайнатамыз. Қайнатып болғасын, ең соңында күрішті саламыз. Әрғай қазір көрсетемін процесстерді. Газымызға қайнатып қоямыз, асын жаратып, және де мынандай стақан шемішкі майдың 2-ін қоямыз. Осындай 2 стакан қоямыз. Яғни өздеріңізге байланысты қанша қиғыларың келсе де көлеміне байланысты. Мен азайтып көріңіздер, жайылып азайтып қойдым. Әбден барлығы помидорларымыз езілгенше қайнатамыз. Көріп тұрсыздар, ішіне мен соғы уже бөлініп жатыр суы. Шемшікпен. Әбден езілгенше қайнатып, араластырып, әлсін араластырып тұрамыз. Барлығы әбден қайнағаннан езіледі. Езілгеннен кейін барып, жаңағы бұрышымыздарымызды саламыз. Міне тағы міне көрсетіп жатырмын. Міне көріп тұрғаныңыздай уже соғы бөлініп жатыр. Әбден мыналардың барлығы езілгенше араластыра береміз. Егер бетін жауып қойсаңыздар өте жақсы. Сонда суы тез бөліне бастайды. Менде көбінесе қаттылар да бар, шекілер де бар. 3 күннен бері жаңбыр тоқтамастан жауғандықтан дұрыс қызарған жоқ. Сол себепті міне
Көгімге алып ішіне салып жібергенмін. Дегенмен дымды етпейді, оның барлығына қайнаған кезде езіліп кетеді. Енді шамалдан кейін сәл қайнағаннан кейін уже жаңағы тәтті бұрыш пен морковымызды сала беруімізге болады. Және де ұмытып кете жаздап жатырмын. Жуаның бір, яғни пияз немесе пияз деп атайды. Пияздың екі жаңағы орташа көлемдегісін түрін алып турасаңыздар өте дәмді болады. Чеснокты өзіңіздің неңізге талғамыңызға қарай салып немесе салмай қоюыңызға болады. Мен чеснок салмаймын. Егер кішкене ащылау десеңіздер салуға болады. Мен тәтті қылып істеймін, яғни шекерін көптеу қылып саламын. Аз қанша шекер салам, барлығын айтамын. Міне көріп тұрғаныңыздай қызанақтарымыз әбден қайнады. Енді біз оған міне көрсетейін. Тәтті бұрышымызды, жуамызды, және сәбізімізді турап барлығын мынаған саламыз. Саламыз да әбден араластырамыз. Сәл осы барлығы бұқтырылғаннан кейін тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Барлығы әлі отырады. Қазір сыймай тұрғанымен әлі күрішімізді салған жоқпыз. Сол себепті бұны кішкене бұқтыруымыз керек. Әбден барлығын араластырамыз. Әбден қайнап болуға жақындап қалды міне. Енді біз бұған бұрышын барлығын саламыз. Міне қажетті дүниелерден мына жерде мысалы шекер. Шекерді мен где-то 5 үлкен қасықпен салам да, 1 қасық тұз салам. Және 1 лавровый лист, 10 шақты душисті горошек, яғни бұрышты. Және өздеріңіз қалауларыңызға укроп болсын, петрушка сияқты бірдеңе қосуыңызға болады. Қазір саламын енді. Міне салатымыз дайын болды. Әбден қайнаттық. Шамалғаны күріш салдым да, шамал қайнатып. Уксустың 70%-ін өздеріңіз үшін салам десеңіздер, кішкене дәмін шығару үшін 1 қасық салсаңыздар, кішкентай қасықтан жетеді. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Әлі талай видео болады. Сау болыңыздар.